Шерфіңіз қайырлы olsun. Бүгін июнның 7-ші күні ве Қырым işğalının 831-ші күні кетмекте. Эфирде заман. Бүгін саба Истанбулда үзберген патлав нәтижесінде 11 инсан әлек олды, 30-дан зияде яраланды. Биязыт районында автобус турағында араба патлады. О вақытте андан полиция автобусы кечейді. Патлавдан сон атышу вдавышлары ешітілді. Әлек олғанлардан еді полис хадимы 4 инсан. Хатырлатамыз майыс 12-сінде Истанбулның Санчак-Тепе районында патлав нәтижесінде 8 инсан яраланды. Олардан 5-і арбийлердір. Bu tarafa gel abi. Geçme ileriye. Boşalt. Hadi. Esnaf bastır. Abi esnaftan başlısı yok. Geri çık. Geri. Украина ишғал етілген Қырымда журналистлерінің ақларыны бозылғанларға қаршы санкциялар көрсетecek. Петр Порошенконың матбуат қызметі білдіргеніне көре, бұның esas себебі Русия ишғалжы акиметі тарафындан инсан ақлары ве сөз сербеслігінің бозылывыдыр. Хатырлатамыз майыс 30 күні Русия сынырчылары Қырым еле Мемурий сынырында Қырым-татар журналисті Заир Акадыровны яқаланды. Бұндан да ғайры ишғалжылер Қырымға хаста бабасыны бақмақ үшін кеткен Украинская правда нешірінің журналисті Анастасия Рингске 4 ел давамында Қырымға кірмеге ясақ етті. Истегенні ақиқилік кеби танымақ. Русия пропагандистлері Қырым-татар халқының Меджлис рейсі Рифат Чубаровның ибаресіні өз мақсадында қоландылар. Грамматский радиосының эфирінде Чубаров Қырым-татар мұқтариетіні изатланғанда Русия мұқтариеті ибаресіні қоланды. Меджлис елбашчысы ишандырғанына көре, сос Русия девлеті ақында дегілді, милилік бойынша Русиялер ақында юрсетілді. Ләкин оның сөзлеріні Русия матбуат васталары башқа манада қоланалар. Санки Украина шурасы Қырым Русиялі олғанны ве Рифат Чубаров Қырымны Русияның қысымны олғанына таныды. Керчектен есе журналістінің суаліне жавап бойлейді. Дійсно, Крим, якщо виходити з того, що у нас було останні 23 роки до окупації, це була класична територіальна автономія, коли були виписані всі закони щодо повноважень автономії, щодо процедури прийняття рішень таким чином, що всі інструменти управління півостровом були виключно у етнічної однієї більшості, російської. Якщо хочете, то Крим де-факто всі ці 23 роки у складі української держави фактично був російський. Русия Федерациясының федераль топлашуының федерация шора рейсі Валентина Матвиенконың июнь 3-4 күнлері Қырымға япқан зияреті Украина тарафы еле таздықланмады. Бұның үшін Украина тышышлер назирлігі ось наразылығыны білдірді. Украина назирлігі қайдеткеніне көре Матвиенконың ярым ададаки болынывы бұл Русия тарафындан бірлешкен милетлер тешкелятының нормалары ве халқара ақларының бозылывыдыр. Ишғал етілген кезлевде ақшам пляж үстіне бетон тоқтылер. Сос Симферопольская соғағында ерлешкен 3 горка пляжа ақында юрсетілі. Тақмиллерге көре бұ ерде ерлі акимет арабалар турағыны япаджақ ола. И доламывает пляжик. Вон видно. Готовятся ребята к закатке пляжа, трехгорки. Под автостояночку ночью, чтобы никто не видел. Ахмеджит чөплік обасына чевірілі. Бұны ерлі сәкенлер білдіре. Интернет ағыларында пейда олған видео Қырым яғанақларының ақыбетіні аксеті. Салғыр өзені ишғалжилер вады еткен теміз совлы өзенге дегілде чөплік арыққа чевірілді.
Қырым КМНК. Русия телеканалының алып барыжысы Дмитрий Киселев базар күні яйынға шыққан программасында кефеден Левханы көстерді. Левха авиашоу ақындайды. Сюжет сонында Русияның белі журналисті бекленілмеген Ибарені айтты. До метра. Вести недели. Полигон Чауда, Феодосия. Ну и вернемся в Россию. Бұл саатқа олған соңки хаберіміз еді. Невбеттекі яйынларымызны қачырмаңыз, атыерелі олыңыз, көрішмек үзіре.